Бәріңіз сәлем достар, сіздермен Сако кезетанасы. Достар, бүгінгі видео сабақта біз сіздермен бірге өзіміздің ескі ноутбугымызға жаңа бірден беретін боламыз. Яғни бұған жаңадан қосымша запчастарын қосатын боламыз. Бүгінгі видеода біз сіздермен бірге не істейміз? Бүгінгі видеода біз сіздермен бірге алдыңғы посылка ашу видеосында болған SSD, яғни жесткий диск және де озу оперативный памятьті орнататын боламыз. Менің орнататын ноутбугым мінекей артымда тұрған мына бір ноутбук Lenovo G580 Intel Core i5 2 ядролы процессормен қазіргі таңда оперативный памяті, яғни озу 6 гигабайт, ал памяті, яғни HDD 1 терабайттық жесткий дискпен тұр. Қазір біз сіздермен бірге өткен жолғы посылка ашудағы SSD дискімізді және де 8 гигабайттық оперативный память озуымызды бірге қосатын боламыз. Және де достар, ең алдымен сіздермен бірге до и после түсіріп алайық. Яғни SSD мен озуды орнатпас бұрын біздің ноутбугымыз неше минутта қосылды және де орнатқаннан кейін неше минутта қосылады. Соны бірге тамашалайтын боламыз. Ендеше достар, көп созбай біз видеомызды бастаймыз. Енді достар, мына елде қараңыздар, біздің ноутбугымызды қосуға қойдық мінекей. Енді бетіне мән бермеңіздер, шамалы шам болып қалған. Жақсы, біздің ноутбугымыз қосылуға кетті. Бізде қазір тұрған Windows 10, Intel Core i5 2 ядролы процессор, 6 гигабайт озу және де HDD жесткий диск 1 терабайт қазір көретін боламыз. Даже астындағы значоктар шыққан жоқ әлі, мына аяқтағы шыққан жоқ. Мысалы, тапқа кірсем, вообще қарсып қалады бұл ноутбук, яғни HDD болғаннан кейін ол қарсады. Енді қазір біз SSD-ға өтеміз, оперативка қосамыз, сосын қалай болатынын сіздермен бірге көретін боламыз. Ал енді достар, біз сіздермен бірге осы бір өткен жыл алған жесткий диск пен оперативный памятьті орнататын боламыз. Және де бізде достар қасында OptiBay деген нәрсе бар. Бұл не десеңіздер, біз бұған осы бір алған жесткий дискімізді салатын боламыз. Неге? Себебі біздің жесткий диск көріп тұрғандарыңыздай өте кішкентай, яғни біздің ноутбукқа ол сыймайды. Өте кішкентай болып келеді. Сондықтан да біз оны осы OptiBay-ға саламыз және де осы OptiBay-мен қосатын боламыз. Және де біз бұл жесткий дискті дисководтың орнына орнататын боламыз, және дисководтың орнына орнату үшін осы OptiBay міндетті түрде қажет. Мінекей бізде OptiBay-дің ішінде 4 өзінің болты және де бір отверткасы бар екен. Өте жақсы. Және де бұл отвертка біздің ноутбугымызды аша алады екен. Бұл өте жақсы. Енді мына сыртына қарасаңыздар, барлық жерінде қалай жасалатыны барлығы көрсетіліп тұр. Қазір біз сіздермен бірге осыған ең алдымен жесткий дискімізді орнатып алуымыз қажет. Яғни жесткий дискімізді ең алдымен салуымыз, көріп тұрғандарыңыздай разъемдары тұр. Яғни екеуінікі бірдей. Яғни бұл специальный SSD дисктарға арналған OptiBay болуы керек. Мен өзім қатты білмеймін, примерно айтып жатырмын. Енді осыған өзіміздің жесткий дискімізді саламыз. Және де көріп тұрғандарыңыздай мынаның артында, яғни жесткий дискіміздің артында 4 болт кіретіндері бар екен. Яғни жаңағы OptiBay-ден шыққан 4 болтик осыған, яғни жесткий дискті дұрыстап бекітіп қоюға арналған. Бұл әрине өте жақсы, чтобы біздің жесткий дискіміз OptiBay-ден ішінде қозғалып кетпесі үшін. Жесткий дискімізді OptiBay-ға орнатып болдық. Енді келесі не істейміз? Келесі біз енді ноутбугымызды ашамыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай менің ноутбугымда 2 бірдей болтик тұр. Яғни осыны ашып алуым керек. Және де бізде уже корпусы ары қарай ашылады. Көріп тұрғандарыңыздай осындай ноутбук Lenovo G580 өте ескі ноутбук. Енді ең алдымен тексеріп алайық. Қосып қаламызда Lenovo деген шыққан жерден эффектіні баса береміз. Және де бізді BIOS-қа лақтырып жүретін болады. Бұл BIOS деген не десеңіздер, бұл BIOS деген сіздің компьютеріңіздің характеристикасын көрсетеді. Нақты көрсететін осы бір BIOS болып табылады.
Бізде қазір компьютеріміз қосылып кетті, яғни Windows уже грузить етіп жатыр. Жақсы, қайтадан көрейік. Батарейкасын алып салдық. Ноутбугымызды ашып, қосып жатып эффектіні баса береміз. Вот мінекей дәл осылай эффектіні баса береміз, және бізде осындай көк меню шығу керек. Бұл бізде BIOS деп аталады. Сіздерде әрқайсыңыз әртүрлі болуы мүмкін. Сіздерде басқа кнопка болуы мүмкін. Ол енді сіздің ноутбугыңыздың фирмасына қарай бөлінеді. Вот нере жазылып тұр Intel Core i5 6 гигабайт озу деп. System memory деген бұл бізде озу болып табылады. Және де вот hard disk бізде өзіміздің жесткий диск HDD, және де дисковод SD-ROM, бұл дисковод. Біз осы дисководтың орнына өзіміздің алған SSD дискімізді орнататын боламыз. Жақсы, ноутбукты өшірейік. Келесі бізде уже ноутбукты шашуымыз қалды. Яғни ноутбукты ашуымыз керек. Осы жердегі екі болтын ағытып аламыз. Батарейкасын алып тастаймыз. На всякий случай, себебі қазір бұл бізде қосылып қалатын болса, Құдай сақтасын, бірдеңе болып қалуы мүмкін ноутбугымызға. Жақсы, болттарын нақты бір керек жерге жинап қояйық. Вот мінекей болттарын ағытып болдық. Енді мынаны бері қарай тартып аламыз. Вот біздікі қатты тұр екен. Так. Отверткамен көрейік. Все, достар, кетті. Вот, ашылды. Енді қараңыздар, достар, бұл біздің ноутбугымыздың ішкі құрылысы. Бұл әрі бер жағы, ар жағына дейін әлі ашуға болады. Бірақ та біздің жұмысымыз дәл осы жерде болатын болады. Көріп тұрғандарыңыздар, мынау дисковод. Бұл бізде алманау жесткий диск HDD, және де оперативный память. Біз бұл жерде жесткий дискқа тиіспейміз. Құр біз мына жерден SD-ROM, яғни дисководқа тиісетін боламыз. Ең алдымен не істейміз? Бізде, достар, мына жерде бір болтик болады. Осыны ағытамыз. Бұл бізде дисководты ұстап тұрған болт. Осыны ағытып тастаймыз. Так, біздің отверткамыздың магниті жоқ болғаннан кейін өте қиын болып жатыр болтты алу. Жақсы, болтты алдық. Енді сол жерден өзіміздің отверткамызбен кішкене итеріп қалсақ, дәл осылай дисковод шығатын болады. Дисководты алып шығамыз. Енді қараңыздар, достар, дисковод пен біздің OptiBay'імізді салыстырып көрейік. Почти бірдей да, достар. Артында разъемдар да бірдей. Яғни біздің OptiBay'іміз дисководтың формасында жасалған, чтобы ыңғайлы болу үшін. Енді қазір біз осыны салатын боламыз. Так, вот, мінекей дәл осылай салынады. Ішіне кіргіземіз қатты итеріп. Вот и все. Біздің разъемға кірді примерно. Қазір тексеріп көретін боламыз. Примерно біздің SSD дискіміз салынып болды. Осы жерден біздің процесс аяқталды, достар. Енді келесін істейміз. Так, мынау бізге дисковод қажет емес. Енді келесі бізде бұл оперативный память. Бізде мінекей көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде оперативный память тұр. Бұл жерде бізде екі оперативный память, біреуі 4 гигабайттық, ал екіншісі 2 гигабайттық. Мінекей мынау екі жақтағы екі темір болады. Соның екеуін екі жаққа қарай ашып жіберсеңіздер, автоматты түрде біздің оперативный памятіміз атып шығатын болады. Енді қараңыздар, достар, бұл бізде 2 гигабайтты қозу DDR3 форматына арналған, яғни ноутбуктарда да бөлінеді. DDR4, DDR5 деген сияқты оперативный памяттар бөлінеді. Сіз өзіңізге алмас бұрын осыны тексеріп алғаныңыз дұрыс. Жақсы, енді қазір біз салатын боламыз. Бізде екіншісі бұл DDR3 4 гигабайттық екен. Қазір біз оған 8 гигабайттықты қосатын боламыз. Жақсы, салып көрейік. Ең алдымен оны салу үшін бізде мына жерде көріп тұрғандарыңыздай разъем болады, басы кіретін, яғни біздің оперативный память кіретін. Сол жерге осы оперативный памятіміздің басын тығамыз. Және де осылай үстіге қарай итеріп жіберсек, ана екі жақындағы темір өзі біздің оперативный памятті ұстап қалатын болады. Вот, мінекей біздің оперативный память салдық, жесткий диск салдық, барлығы дайын. Енді қазір қосып тексеріп көрейік, барлығы жұмыс жасап тұр ма екен. Так, батарейканы саламыз. Және де қосып көрейік. Так, ноутбугымызды ашамыз, және де жаңағындай BIOS-қа кіреміз. Қосамыз да эффектіні баса береміз. Мінекей қараңыздар, енді достар, бізде
12 гигабайт озу болды, 12.000 мегабайт, яғни озуымыз өсті. Және де hard disk 2 Kingston деген шықты, яғни бұл біздің SSD дискіміз. Мінекей барлығы керемет жұмыс жасап тұр. Енді сіздермен бірге Windows'ты орнатып, тексеріп көретін боламыз қалай жұмыс жасап тұрғанын. Ал енді достар, мінекей біз Windows'ымызды орнатып болдық, және де Windows орнатқаныма 1-2 күннен асып кетті, және де оның ішіне көптеген программалар жазып қойдым. Не үшін? Себебі нагрузка түссін деп кішкене. Жақсы, енді ең алдымен тексерейік. Вот этот компьютерға кіріп, вот бізде Windows 10 LTC, және де 12 гигабайт озу Intel Core i5, яғни SSD дискпен тұр. Енді қазір SSD дискімізді тексеріп көретін боламыз, және де қазір завершение работаға жіберейін, неше минут болсын еді екен. Және де қосып тексеретін боламыз. Вот завершение работы, уақыт кетті. Бұл яғни SSD салғаннан кейін сізде компьютер тез өшіп, тез қосылуы керек. Вот достар, компьютер мүлде өшіп қалды. Мына жақта дұрыс жоқ, даже мышканың өзі өшіп қалды. Өте тез болды бұл процесс. Енді қазір қайтып қосып көреміз. Так, кеттік ендеше. Вот, қосылып жатыр. Барлығы өте тез болып жатыр, достар. Мойындаймын, SSD диск кәдімгі көмектеседі. Вот, мінекей қараңыздар уже. Ешқандай да монтаж емес. Барлығы кәдімгі сіздердің көздеріңізше болып жатыр. Вот, уже қосылды. Крем, вот пароль жазам. Даже вот программалар бар. Барлығы жұмыс жасап тұр. Вот, мінекей. Уже дым қату деген понятие жоқ. Кәдімгі бәрі күшті жұмыс жасап тұр. Яндекс қосып берді, даже автоматически. Яғни автозагрузканың өзін әлі өшірмеген, барлығы жұмыс жасап тұр. Вот мынаның барлығы сразу ашады. Өте керемет. SSD-ді достар міндетті түрде орнатып алыңыздар. Бүгінгі осы сіздерге видеоны аттыған ойдамын. Видеоны лайк басып қалған тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош, сау болыңыздар достар.